Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, бірінші сынып оқушылары, ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 26 сабақ тасымал тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударып көрейік. Бұл жерде нені көріп тұрмыз? Қандай ой туындайды бұл суретті көрген кезде? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар, бұл қазақтың тұсау кесер рәсімі. Ендеше бүгін біз сендермен тұсау кесер жырын оқып танысатын боламыз. Тыңдайық. Қаз балам, тақымыңды жаз балам, қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз балам жүре ғой, балағыңды түре ғой, тай құлым боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Балалар, бұл жерде жаңа сөз балақ деген сөз бар екен. Балақ, яғни шалбардың тізеден төменгі жағы. Балағыңды түре ғой дейді. Өлең неліктен тұсау кесер жыры деп аталған? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, себебі баланың бір жасқа келіп, енді тай басып жүре бастаған кезде тұсауын ала жіппен кеседі қазақта. Себебі ешкімнің ала жібін аттамасын, жамандық көрмесін, жақсы жолмен жүрсін деген мағынада қазақтар баланың тұсауын кеседі. Бұл өлеңді қай кезде айтады? Яғни балаға арнайы тұсау кесер жасап, рәсімін өткізіп, тұсауды кескен уақытта айтылады. Сенің тұсауыңды кім кескенін білесің бе? Қазақта көбінесе ата-аналары таңдап, өздерінің үлгі еткен адамдарына тұсау кестіріп жатады. Ал сенің тұсау кескен адамыңды білесің бе? Білмесең, ата-анаңнан үйде сұрап білсең болады. Енді оқулығымыздағы екінші жаттығуға назар аударайықшы. Екі қатардағы буындардан сөз құрап айт. Бірінші сөзіміз дала. Екінші сөзіміз қала. Үшіншісі кітап. Дәптер. Қазақ. Міне біз буындардан сөз құрадық. Енді балалар, келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Т дауыссыз дыбысын дәптерімізге бас әрпімен кіші әрпін көркем етіп жазып шығайық. Көркем жазу аяқталғаннан кейін кітабымыздағы үшінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Яғни бүгінгі өтіп отырған тақырыбымызға байланысты тұсау кесерде айтылатын тілек. Бұл өлеңді дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазамыз қатесіз. Көшіріп жазып болғаннан кейін балалар қарамен берілген сөздердің қалай тасымалданатынын айт. Бірінші сөзіміз өмірге. Тасымалдамас бұрын ең алдымен буынға бөліп алайық. Өмірге. 3 буын бар. Біз өмірге деген сөзді тасымалдап жазатын болсақ, өмірге деп жазылуы мүмкін, бірақ есте сақтаймыз. Балалар, біз жалғыз әріпті жеке өзін ешқашанда қалдырмаймыз. Сондықтан өмірге деп тасымалдауға болмайды. Өмірге деп тасымалдаймыз. Келесі екінші сөзіміз асулардан. Асулардан деген сөзді буынға бөліп алайық. Асулардан. Бірінші буынымыз А. Бұл жерде де балалар бір әріпті буынды жеке өзін қалдыруға болмайды. Яғни сулардан деп тасымалдай алмаймыз. Біз қалай тасымалдаймыз? Асулардан деп тасымалдаймыз. Немесе асулардан деп тасымалдауымызға болады. Келесі шығармашылық тапсырма жұмбақты аяқтап жазып шешуін тап. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Дұрыс айтасыңдар. Үстінде 2 тауы бар қандай жануар? Дұрыс, жауабы оның түйе.